Сәлем, аман есен тұрдыңыздар. Давамлық көйлек киюді жақсы көретін әпекесіңіздер зады бүгін мымыта деп отырып мені деп тұрып бір сүйіп қоясыздар қалқым. Мына көйлектерімді қимыл бағада қаншадан? 135 сомнан қалқым. 135 сомнан мынаны Үрімжіде пифасын аласыз ба, ала алмайсыз ба мына жүңбәннің. Нақ жүңі Нұркудухава деп әзір бір жібек шықты ғой қалқым, міне қылжабыспайтын. Мына мен киген белінде көзі бар, нақ қазақи үлгі. Ой, мен белінде көзі бар, кимеймін, қарным деген менің былай болып тұр. Реңдері бір-бірінен айбет. Мен кигеннің осы қолымда ұстағанның әрбір реңінің мен киген фасоны бар. Мыналар консоңбан. Мыналар шынын айтқанда мына қазақ елінде өте жақсы өткен аналардың кеудесі үлкен екен дағы осы пасанды көп киеткен қалқым. Ал қайсы мені сағын кеттікен қайта тез орып. Міне көрдіңіздер ма міне? Мынау чайзірең қалқым. Мына мен кигенінің де мынандай чайзірең. Ой, не бір айбат рең, не бір айбат пасон. Мына көйлектер әдетте қалқым сіздер алсаңыздар қымбат. Мен межерде әзір өңкөй оптым мал беретін бұл көттім. Mesela соған мына бағасы өте арзан. Менде карханадан пәлем мыңтал, пәлем мыңнан әкелгеннен кейін мына көйлек маған арзан келеді. Мен сіздерге арзан берем. Бір тал алған, екі тал алған мен мыңтал алғанның бағасында өте үлкен парық бар қалқым. Сіз әдетте мына бағада мүлдем ала алмайсыз сіз. Міне, мына белі бар пасонның әкеш. Белі бар пасонның жасылын әкеш. Мал көп. О, мен жерде қалып қапты ғой, қайда деймін. Міне, көрдіңіздер ме қалқым, мына бағада міне Мына мен кигені нақ кафе, жүн кафе. Мына сәл ашық кафе, ұйғыррен ғой екеуді айлап кеп. Құрттың атын малта қойып дедік. Өніңгей мына жасылы бар тағда. Майсырен дейміз ғой. Міне. Жың Нұркудухава қалқым малдың сапасынан қатти осы құсыр-пұсыр табуға кемейтін малдар. Бүтін чүншогын қолмен істелген міне. Кисеңіз әрқандай кезде мен өз басым тек зады кафе кимеуші едім міне. Кидіме ұзындығы 1.25 кегені қалқым міне. Көрдіңіздер ма? Міне. Өніңген және мына бір әйбәт ашық рең кием деген әпекесіңіздерге міне. Мына да ерекше әйбәт реңі. Мыналар алғы жұтынқан бұрын осыларды 199, 299, 300-ден алып кигестер ғой қалқым. Әзір мына Гүлсана қыздарыңыз міне осындай көйлектерді мынандай бағада беріп жатырым. Мынаның да неше түрлі реңі бар қалқым. Мына малым шынын айтқанда шекарадан толық кіріп болған жоқ. Ертең түстен кейін толық кеп болады малым. Неге десеңіз, бұл жерде мал кеше-кеште келді. Мал демейінші, мал деме депті ғой бір кісі. Мал демеймін, тауар, зат. Сонымен келді, одан оны сіздер білмейсіздер бұл шекарадан сауда істеудің қиындығын. Бәр нәрсе шекарадан тексерумен өтеді. Өніңген енді қанша айтқан мен ана-мынаны айтты. Екі елдің арасы болғаннан кейін ол ана нәрсе көп өтіп қалды, мына нәрсе аз өтіп қалды деген әңгіме шығады. Соған дұрыс